бергендей өмір сыйлады. Біз оның маңыздығын білеміз бе? Мұны ешқашан ұмытпауымыз керек. Өкінішке орай, қоршаған ортаның ластануы және жануарлардың сансыз азаюы адамның іс-әрекетінен туындаған. Ендеше осы проблемаларды тереңірек ойлайықшы. Табиғат байлықтарының ішіндегі тіршілік атаулының өмір өзегі, аңсар арманы, таза ауа. Тіршілікте не дейсің ғой ең қымбат? Тіршілікте адам қымбат, сен қымбат. Ал адамға ауа қымбат бәрінен, ауа қымбат, алатұғын деп қымбат. Бірақ осы адамзат ауаның бағасын білмей, қадірін қаршығаны жармауы. Халайық, құлақ салшы менің сөзіме. Ауадағы улы газдар, ядролық қарулардың өндірілуі, зауыттардың көбеюі, тіпті қарапайым ауада ұшып жүретін салафандардың өзіне тоқталсақ, әлемде жыл сайын 500 миллиард пластикалық пакет қолданылады. Ол атмосферадағы түрлі қысымдарға байланысты. Яғни күннің суы пакетті ыдыратады, ауада қалықтап ұшып жүреді. Ал сол ауамен тыныс алған тіршілік иелерінің адам ағзасына еніп, жануарларды айтпағанда, адамдардың асқазандарынан табылып жатыр емес пе? Табиғаттың көкін араландырып, жер бетін саялы баққа айналдыратын байлық көзі су. Су деген тіршіліктің наны емес пе? Су деген табиғаттың жаны емес пе? Су жоқ жерде өмір жоқ, ол ақиқат, күміс су, қара жердің сән емес пе? Ал адамзат болса, сол судың қадірін түсініп жатыр ма? Қайдан? Мұхит толған қоқыс, пластикалық бөтелкелер мен салафандар. Ол қалай дейсіздер ғой? Әлемдегі 6.300.000 тонна қоқыстың көпшілігін пластикалық заттар мен салафандар құрайды. Ал солардың барлығы мұхитқа барып құйылады. Қазіргі уақытта мұхиттың 4 қабатын толықтай қоқыс алып жатыр. Осының салдарынан жылына 100.000-нан аса балықтар, киттер қырылып жатыр. Ал Тынық мұхитындағы жылы судың әсерінен пластиктер тез ыдырайды да, оны балықтар азық ретінде қолдануда. Оған дәлел 2019 жылы өлген киттің асқазанынан табылған пластиктер ол 40 килограмм болған. Осы экологиялық проблемалардан қаншама көл, қаншама теңіздер тартылып жатыр. Ал солтүстік мұзды мұхитының мұзы жылдан жылға еріп жатыр. Бірақ әттең менің жан айқай естіп жатқан адамзат жоқ. Кез келген жер бетінде тіршілік ететін адамзатқа, жан жануарлар, жәндіктер үшін топырақтың маңызы зор екен, баршаға аян. Бірақ мені де аяп, қалпына келтіруге тырысып жатқан адамзат кемде кем. Менің бойымдағы пайдалы қазбамды алып, улы химикаттарды жіберу арқылы мен минералдарын жойылуда. Адамдар маған кез келген заттарды тастап кетеді, ал олар менің құнарлығымды жойып, өсімдіктер мен жануарлар жойылуда. Қараңдаршы, жай ғана тастап кеткен пластикалық тарелка 50 жыл, қарапайым пластиктен жасалған бөтелкелер мен құралдар 30 жылдай, ал гигиеналық заттар 500-800 жылдай астам біздің топырағымызда сақталады. Бірақ пандемия кезіндегі қарапайым маскадан аяқ алмай қалды. Сондықтан арзан шикізаттан өндіріп, ғасырлар бойы топырақтың құнарлығын жоюдың қанша қажеті бар. Онымен қоймай, менің жер ретіндегі жасыл желек атауының барлығының орындарына зәулім сарайлар салуда. Медеу, Шымбұлақ, тағы да басқа
әкелер мал қалғанша тал қалсын деуші еді. Ойланайық ағайын, бәрі өз қолымызда. Жарысқан күннен күнге заңсыз балық пен аң аулаудан тоқтамай, уақытша ермек үшін, азын-аулақ тиын үшін қаншама жан-жануар мен құстар азаюда. Табиғаттың сұлу да сымбатты мүсіні, көрікті келбеті бар. Керемет туындылардың бірі осы хайуанаттар мен құстар емес пе? Қаншасы қызыл кітапқа енгізілсе де, қалпына келмей жатқаны жаныма батады. Жануарға араша боламыз деп, өзімізге де қаншама қауіп төнуде. Бәріміз жұмыла бірігейік, табиғатты аямасақ, кейінгі ұрпаққа не қалдырамыз? Халқымыз ежелден-ақ көптеген жануарларды көзінің қарашығындай аялап, қамқорлыққа алған. Ал біз ше, біз не істеп жатырмыз? О, халайық, көрдіңдер ме? Әр абайсыз басқан қадамдарының залалын. Әлем, адамның табиғатсыз күні жоқ. Табиғаттың оңайлар тілі жоқ. Бізді қоршаған орта, жан-жануарлар мен өсімдіктер, жер мен ай, күн, алыстағы жұлдыздар, осылардың барлығы табиғат. Ал ендеше ойланайық.